Ассалаумағалейкум. Бір ұлтты сүю үшін, бір халықты сүю үшін әрине оның тілінен басталу керек шығар мүмкін. Тілсіз бір-бірімізді түсіне алмаймыз ғой. Сондықтан да тіл бірінші орында деп ойлаймын өз басым. Мен қазақтардың бір-бірін сүйетініне көз жеткізе алмаймын. Осы уақытқа дейін көз жеткізе алмай келе жатырмын. Бізде қазақ тілі деп айтамыз, том-том роман жазылған, небір мақал мәтелдер бар, бірақ соның бәрі қазақтардың миына кірмейтін сияқты. Қанша жерден айтылса да, қазақ тілі өз елінде өгей баланың күнін кешуде. Жетімсіреп әркімге жаутаңдайды. Маған қамқорлық етші, маған құрмет етші, мені аялашы дейді. Бірақ оны түсінетін қазақ жоқ. Біз қашанда көкектің қылығын жасаймыз. Көкек анамыз бәріміз. Қазақ тілін қойып, өзге тілді құрметтейміз, өзге тілде әуендетеміз, өзге тілдің мәртебесін асырамыз. Әсіресе орыс тіліне өте қамқорымыз, және Қытай тілі, соған қоса ағылшын тілі. Бұл ғасыр технологияның ғасыры, дамыған ғасыр. Ал дамыған ғасырда тілімізде даму керек еді, өкінішке орай дамымай жатыр. Бүкіл әлемдік жүйелер, компьютер жүйелері қазақ тілінде бар, бірақ оны пайдаланатын қазақ жоқ. Microsoft'тың жүйелері Windows қазақ тілінде 99% дайындалған. Бірақ оны бүкіл Қазақстан болып бірақ пайызда істетпейді екен, 0,1%. Ұят емес пе қазақтар? Бізде бай бағландар бар еді ғой. Бізде қазақ дегенде ішкен асын жерге қоятын қазақтар бар еді ғой. Олар қайда? Не үшін біз өз тілімізді істетпей, өзге тілге қамқорлық жасаймыз? Техниканы түсінетін адамдар болса, Android, Windows Phone, iOS, Windows, Microsoft жүйелерінде қазақ тілі бар. Ал Apple'де мүлдем жоқ. iPhone'дарда жоқ. Солай бола тұрса да, ақшамызды судай шашып, орыс тілі үшін iPhone сатып аламыз. Ал қазақ тілі жоқ болса, оқасы жоқ. Оған ешкім өкініп те, оған ешкім қайғырып та жатқан жоқ. Ал бар бола тұрған мүмкіндікке де пысқырып та қарамаймыз. Оны керісінше әлемдік компаниялар, әлемдік кәсіпорындар өзінің статистикасын жасап, қазақ тілінің қолданыста жоқ екенін байқап, қазақ тілін біртіндеп алып тастауға жұмыс жасап жатыр. Тірі кезімізде, ірі кезімізде қазақ тілінен айырылып жатырмыз. Бұл өкініш емей немене? Бұл қасірет емей немене? Біз басымызда қасіретті көрмейтін сондай соқыр халыққа айналдық. Кейде қазақ болғаныма намыстанамын. Қазақтардың өз тілін құрметтемейтініне, өзін сүймейтініне намыстанамын. Айналайын қазақтарым, бір уақ өзімізге қарайықшы. Не үшін техникада қазақ тілі кенде болып келе жатыр? Неге өгей баланың күнін кешеді? Не үшін біз өз-өзімізге құрмет етпейміз? Осыған ойланайықшы. Microsoft'тың жүйелерін сатып алып қазақ тілінде пайдаланайықшы. Бүкіл мемлекеттік органдарда қазақ тілін пайдаланайықшы. Бүкіл Microsoft'тың жүйелерін қазақша пайдаланайықшы. Сонда қазақша таң атар еді. Одан бұрын мен сіздерге сене алмаймын. Қанша жерден қазақ тілі деп айтыңыздар, бәрі өтірік.